Islam Khan lining up the shot. It's an absolute belter from Доктор Одакадыр Кабананга. Ассалаумағалейкум қадірменділер. Қазақ футболын сүйіп көретін барша жанкүйерлерге жалынды сәлем. Бүгін біз қазақ футболшылары соққан ең әдемі голдар жайлы ерекше бір тақырыпта сөз қозғамақпыз. Иә, қазақ футболында керемет жарқын сәттер мен жетістіктер көп болды деп айта алмаймыз. Осы кезеңге дейін соғылған голдардың саны да соншалықты көп бола қоймаған. Десек те, саусақпен санарлық болса да, қазақ футболшылары қақпа торын тулатып, таңдай қақтырған біраз әдемі голдарды соғып тастаған. Қазақ футболының да өз тарихында мақтана аларлық сәттерінің бар екендігін көрсететін ерекше оқиғаларды тамашалайық. Бүгінгі видеода біз дәл сол есте қаларлық сәттерге бірге көз жүгіртіп, қазақ футболшыларының жарқын кезеңдерін еске салмақпыз. Шығарылым басталмай тұрып, қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызды қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше бастадық. Шамко. Біздің бүгінгі шығарылым Дмитрий Шамконың Ирландия қақпасына соққан зеңбірек голынан бастау алады. 2014 жылға әлем чемпионатына іріктеу ойыны қарсаңында ұлттық құрамамыз сырт алаңда Ирландиямен кездесу өткізді. Жалпы бұрыннан бері біздің құрама қорғанысқа жатып алып ойнауға аса бейім. Сол аздаған шабуылдардың бірінде кездесудің 13-ші минутында Ирландия құрамасының қорғаушылары топты өз қақпаларынан алыстатпақ болған еді. Алайда домалаған допты қорғаушы Дмитрий Шамко бірден тоқтатпастан қарсылас қақпасына бағыттай салды. Зеңбірекше ұшқан допты қарсыластың қақпашысы тосып алуға қауқарсыз болды. Осылайша алыс нүктеден ғаламат гол соғылды. Жылдам есеп ашып ойынды жақсы бастағанына қарамастан отандастарымыз өкінішке орай бұл кездесуде 1-3 есебімен жеңіліске ұшырады. Алайда Шамко соққан бұл гол расымен де керемет болды. Қазір 21-ші өмірде Қазақстан құрама командасы ойыншысы Коробкинде және гол! Дмитрий Шамко! Ертіс командасының жартылай қорғаушысы бүгінгі кездесуде есепті ашты. Мирослав Пераник қатарларында команданың бас бапкері және Ирландияға арнайы ат беріліп барған, Лондоннан барған, жалпы Британияда жүрген жанкүйерлердің назарларыңызда екінші. Самат Смақов. 2009 жылғы Еуропа лигасының плей-офф кезеңінде Ақтөбе клубы сырт алаңда Германияның азолы Вердер Бремен командасымен жолықты. Ол кездерде әлемдік аренада тәжірибесі мол қарсыласпен көш сынасу кез келген қазақ командасы үшін үлкен сынақ болатын. Сонымен кездесудің өзіне тоқталсақ, Германиядағы өткен ойында Бремен ұжымы Ақтөбеге ешқандай мүмкіндік берместен 6-2 есебімен жеңіп жатты. Ойынның 87-ші минутында олардың қақпасына қарай айып соққысы белгіленді. Айып соққысын капитан Самат Смақовтың өзі орындауды шешіп, қақпаға тікелей жойқын соққы бағыттады. Зеңбірекше ұшқан аса жойқын соққы қақпа торын жыртып жібере жаздап 9-қа топ ете қалады. Осылайша Смақов Еуропа аренасында әдемі голдардың бірін соғып, қазақ жанкүйерлерін қуантып тастады. Әрине Ақтөбе бұл ойында 6-3 есебімен жеңіліп қалды. Десе де Бремен Германияның осал емес, әжептәуір қарқынды командасы еді. Соған қарамастан біздің жігіттер лайықты қарсыластық танытып, сырт алаңда 3-1 гол соғып қайтты. Donnerlottchen Hammerkeil hat der einen Schuss. 30 Jahre alt, der Kapitän. Und da hat selbst Werder Fußballfreunde hier vom Sitz hochgerissen. Ein Freistoß mit Ansage. In die Mauer rein, in den Winkel. Wiese ist wieder dran, aber eben nur ein bisschen. Neun Tore an einem verregneten Donnerstagabend. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Бауыржан Исламхан. 2015 жылы Еуропа лигасының екінші іріктеу кезеңінде алматылық Қайрат өз алаңында Нидерландиялық Абердин командасын қабылдады. Бұл қазақ жанкүйерлері үшін ерекше есте қалған ойындардың бірі болды. Матчтың 22-ші минутында Бауыржан Исламхан барлығын шоқ қылып, күтпеген жерден алыс нүктеден соққы бағыттап, топты қарсылас қақпасына 9-лығына дәл қадап, ғаламат гол соғылды.
Қақпашының қандай да бір реакция таныта бұл соққыны қайтарып алып шығуына ешқандай да мүмкіндігі болмады. Бұл сәт жанкүйерлер үшін нағыз ғаламат гол болып есте қалды. Матчтың қалған бөлігі де тартысты өтіп, алаң қожайындары 2-1 есебімен жарқын жеңіске жетті. Дәл осы Исламханның алыстан соққан ғажайып голы Еуропа басылымдары тарапынан да жоғары бағаланды. Британдық танымал BT Sport телеарнасының нұсқасы бойынша Исламханның голы 86% дауысты жинап, сол маусымдағы Еуропа лигасындағы соғылған ең үздік гол ретінде мойындалды. To venture forward. Islam Khan lining up the shot. It's an absolute belter from the captain. Kairat have their second goal. And his men. Қадірменді көрермендер, бір сәт назар бөлулеріңізді сұраймын. Статистикаға сәйкес видеоларымызды қарайтындардан 90%-ға жуығы әлі де арнамызға тіркелмеген екен. Егер сіз де солардың қатарынан болсаңыз, дәл қазір арнаға жазылып, видеоны бір лайкпен қолдау жіберулеріңізді сұраймын. Қазақ тіліндегі футбол жайындағы арнаға қолдауларыңыз ауадай қажет. Ол сіздер үшін бірнеше секундтық оңай нәрсе, бірақ біз үшін орасан зор қолдау. Әбікен. Құрастырған үздік голдар тізіміміздің екінші орнына Айбол Әбікеннің соққан керемет голы жайғасады. 2020 жылдың қараша айында Ұлттар лигасының матч аясында Қазақстан құрамасы сырт алаңда Албаниямен күш сынасқан болатын. Негізінен бұл өткен ойын отандастарымыз үшін өте сәтсіз әрі өте сүреңсіз өтті. 23 минуттың өзінде алаң қожайындары өздерінің матчтағы екінші голдарын соғып, айқын басымдылыққа ие болған еді. Алайда бұл соғылған голдан бірер секундтар өтер-өтпестен Қазақстан құрамасы допты ортадан ойынға қосу кезінде Албанияның қақпасына тікелей соққы бағыттап, ғаламат гол соғылды. Жартылай қорғаушы Айбол Әбікен ешкім күтпеген ойламаған жерден алаңның қақ ортасынан көп ойланбастан бірден тікелей соққы бағыттай салып, қарсылас қақпашысын есеңгіретіп тастады. Әуелеп зулап ұшқан доп Албанияның қақпасынан бір-ақ табылды. Ойын өкінішке орай біз үшін сәтсіз жеңіліспен аяқталса да, Айбол соққан бұл гол жанкүйерлер үшін ерекше есте қалды. Сонымен, біздің бүгінгі топтамамыздың ең бірінші орнына әрине Асхат Тағыбергені соққан естен кетпес таңғажайып голы жайғасады. 2023 жылдың наурыз айында 2024 жылғы Еуропа чемпионатына іріктеу ойыны қарсаңында отандастарымыз өз алаңда азулы Дания құрамасымен теке тірескен болатын. Ойын басталмай жатып-ақ көпшілік даниялықтар бұл матчта қиналмай жеңіске жетеді дегенге сенімді болғантын. Алайда шын мәнісіне келгенде біздің құрама айды аспанға бір-ақ шығарып, тек қана қағаз жүзіндегі фавориттер жеңе бермейтінін дәлелдеп берді. Күтілгенде қонақтар матч барысында айқын басымдылық танытып, 35 минуттың өзінде бізді 0-2 есебімен жеңіп жатты. Алайда екінші таймда біздің құраманың жігіттері барлығын шоқ қылып тастады. 73 минутта Бақтияр Зайнутдинов есепті бір допқа қысқартқаннан соң, 86 минутта жартылай қорғаушы Асхат Тағыберген әріптесінен пас ала салысымен қақпаға әжептәуір ауыс нүктеден бірден жойқын соққы бағыттады. Бауыржан, бер жақта доп сұрап тұрған қазір Тағыберген бар, Асхат Тағыберген! Зеңбірекше зулаған доп 9-дыққа топ ете қалып, күллі әлемді мойындатқан керемет гол соғылды. Әйгілі қақпашы Каспер Шмейхель бұл соққыға түкте тосқауыл бола алмады. Бұл естен кетпес ойында отандастарымыз сенсацияның көкесін танытып, Данияны 3-2 есебімен жеңіп барлығын таңғалдырғаны есімізден кетпейді. Асхат Тағыберген соққан бұл ғаламат гол тіпті Пушкаш нұсқасы бойынша жылдың ең үздік голы премиясына үміткерлердің тізімінде болған еді. Алайда өкінішке орай бұл жүлде бұйырмады. Десе де бұл әдемі голды қазақ жанкүйерлері ғана емес, әлем мойындады. Исламханға пас, Бауыржан, бер жақта доп сұрап тұрған қазір Тағыберген бар, Асхат Тағыберген!
Бүгінгі топтамада сіздердің назарларыңызға ең үздік деп танылған топ 5 голды көрсетіп шықтық. Бонус ретінде Дмитрий Шамконың кезекті тарихи голын атап өтуді жөн санадық. 2015 жылы Астана клубы Чемпиондар лигасының екінші іріктеу кезеңінде өз алаңында Хикпен көш сынасып, тарихи драмаға толы ойын орын алды. Жанкүйерлердің есінде керемет сақталған бұл фантастикалық ойында Астана 4-3 есебімен жеңіске жетіп, зор еңбектің көшімен келесі кезеңге өткен болатын. Дәл осы матчта 56 минутта Дмитрий Шамко шабуылға қарай беттеп, әріптестеріне әуелетіп пас асырмақ болғанда, қарсылас қақпасының тоғыздығына әдемі гол кіріп кетеді. Ал сіздер Шамко соққан бұл голды нешінші орынға қояр едіңіздер? Пікірге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Жылдам шабуыл Астананың докторода қазір Кабананга. Келеді! Гол! Астана! 3-2! Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.